Төртінші бөлім Ражих оқиғасы. Хижреттің 4-ші жылы. Сафар айы. Ухуд шайқасынан соң мұсылмандардың жеңілісін естіп білген айналадағы көрші араб тайпаларынан ислам орталығы Мәдинаға шабуылдауды жоспарлағандар болды. Солардың бірі Хузайл тайпасы өкілі Халид ибн Суфиян еді. Оның жорыққа дайындалып жатқаны туралы хабар пайғамбарға жетеді. Расулла хабардың растығын білу үшін Суффа асхабынан Абдулла ибн Унайсты жолға аттандырады. Барлаушы ұзын құлақтан жеткен қаңқудың растығын Халид ибн Суфиянның өз аузынан естиді. Оңтайлы сәтті пайдаланып, ержүрек сахаба Абдулла Халид ибн Суфиянды өлтіреді. Осы оқиғадан соң желіккен жорықшылар бір ауық басылғандай болғанмен, мұсылмандарға қарсы ыза кек күшейе түседі. Арам пиғылды дұшпан мұсылмандарға ашықтан ашық қарсы шыға алмайтынын аңдаған соң, өшпенділікті басудың басқа жолдарын қарастыра бастады. Бейкүнә жандардай көрінген бір тайпаның 6 адамы пайғамбарға келеді. Өздерінің мұсылман екенін айта келіп, олар Алла елшісіне былайша қолқа салады: «Уа Расулла, біздің тайпамыз түгелдей исламға мойын бұрды. Тек осы асыл діннің негізгі үкімдерін ақиқатты үйретер жетекші жоқ. Бірнеше сахабаңды бізге мұғалімдікке жіберсең» деп өтініш айта келдік. Алла Расулы осы бейкүнә көрінген жандардың ұсынысын қабыл алып, Мәрсәд ибн Әбу Мәрсәд бастаған 10 сахабасын келгендермен бірге жолдайды. Иман қызметі үшін білек сыбанып шыққандардың бізге дейін аты жөні жеткендер мыналар: Мәрсәд ибн Әбу Мәрсәд, Халид ибн Әбу Бухайр, Абдулла ибн Тарих, Асым ибн Сабит, Хубайб ибн Ади, Зайд ибн Дасина және Муаттиб ибн Убайд. Ислам ақиқаттарын тарату мақсатымен көңілдері алып ұшқан сахабалар Ражих аталатын жерге келгенде опасыздыққа душар болады. Жан-жақтан оқ жауған сәтте ғана олар алданғандықтарын біледі. Мүләйімсіп, мүсәпір кейіпте мұсылмандықтарын жария еткендер алдын ала жоспарлағандарындай сахабаларды тастап кете барады. Мұсылман мүршиттер қашып тауға тығылып қылыштарымен қорғанған болады. Мүшіріктер тауды айнала қоршап, бізге үн-түнсіз берілсеңдер, сендерді өлтірмейміз деп айқай салады. Мұсылмандар олардың бұл сөзіне мүлдем сенбейді. Асым ибн Сабит: «Мен мүшриктердің сөзіне өмір бойы сенбеймін. Кәпірлерге уаллахи берілмеймін. Уа Алла, Расулыңды біздің жағдайымыздан хабардар ет» деп дұға етті. Сөйтіп жалбарынып тұрып, мүшриктерге оқ жаудырды. Өлім қақ, дүние бос өткінші. Маңдайға жазылған нәрсе бәрібір болады. Адамдар ерте ме, кеш пе Алланың алдына барады. Егер мен сендермен әлім құрғанша айқаспасам, анам баласыз қалсын деп өзін өзі қайрай береді. Қаһарман сахаба оғы біткенде найзамен айқасты, найзасы сынғанда қылышына жармасты. Бірнеше мүшрикті сұлатқан сәттегі соңғы тілегі мынау болды: «Я Алла, мен сенің хақ дініңді қорғауға тырыстым. Сен де менің денемді мүшриктерден қорға». Қалған сахабаларда жандармен шайқасып жатты. Алайда 100 адамға 10 адамның қайдан әлі келсін. Ақырында 7-еуі шейіт болып, 3-еуі мүшриктердің өлтірмейміз деген сертінен соң өз еріктерімен берілді. Құрбан болғандар арасында Асым ибн Сабит те бар еді. Тірі қалғандардың қолдарын арттарына матап байлап Меккеге алып жүрді. Ондағы мақсаттары мұсылмандарға тіс қайрап жүрген құрайыштарға сату. Жолай Абдулла ибн Тарих қашады, бірақ қолға түсіп қаза болады. Зайд ибн Дасина мен Хубайб ибн Ади Меккеде сатылады. Асым ибн Сабит Ухудта Сулафа атты мүшрик әйелдің 2 ұлын оққа ұшырғанды. Сол қатыгез әйел қаны қарайғаны соншалық, Әзірет Асымның басын қолға түсірсе, оны ойып шарап ішуге серт бергенді. Мүшриктер Асым ибн Сабиттің басын кеспекке әуреленеді. Ғажапты қараңыз, өлерінен аз уақыт бұрын: «Я Алла, мұсылман болған сәттен бері сенің ұлы дініңді, хақ жолыңды қорғау үшін жанымды салдым. Бүгін ақырғы күнім. Сен де менің денеме, мәйітіме мүшриктердің қолын тигізе көрме, қорғай көр жаратқан» деген
Асымның дұғасы қабыл болып, басын алуға келген мүшриктер шейіттің маңына жолай алмайды. Қайдан пайда болған белгісіз, ызыңдаған арадан ол маңға аяқ басу мүмкін емес. Ертең алармыз деген оймен жауыз мүшриктер кете барады. Алайда сол түні Алланың құдіретімен шелектеп жауған нөсер соңы селге ұласып, Асым ибн Сабиттің денесін шайып әкетеді. Таңертең келгендер жер сипап ақ ұрады. Жаратқан жар болды деген осы. Әзірет Хубайб пен Әзірет Зайдтың өлімі. Меккеге әкелген соң мүшриктер Әзірет Хубайб пен Әзірет Зайдты саудаға салады. Бәдірде жақын жуықтарынан айырылып, мұсылмандарға кектене ызаланып жүрген Құрайыштар көктен іздегендері жерден табылғандай қуанып, екі сахабаны сатып алады да қапасқа қамап тастайды. Біраз қинап қамауда азаптаған соң ел жұрттың алдында қорлап өлтіруді ақылдасады. Бірнеше күннен соң Танғим деген жерде халықты жинап, дар ағашын құрған Құрайыш басшылары екі тұтқынды сол жерге әкеледі. Біраз қинап қамауда азаптаған соң ел жұрттың алдында қорлап өлтіруді ақылдасады. Бірнеше күннен соң Танғим деген жерде халықты жинап, дар ағашын құрған Құрайыш басшылары екі тұтқынды сол жерге әкеледі. Ең ақырғы рет екі қаһарман бір-біріне сабыр тілеп құшақтасып қоштасады. Айнала ине шаншар орын жоқ. Иін тірескен жұрт, бала шаға, кәрі құртаң бейне бір қызықтан құр қалар кісіше анталап тұр. Бәдірдегі жеңіліс пен Ухудтағы жартылай жеңістердің ызасын осы екі бейкүнәдан шығаратындарына мәз. Әсіресе атқа мінерлері қоқиланып алған. Шұңқыр қазылып ағаш дайындалған. Бірінші Хубайбты дар ағашының жанына апарады. Көңілі иманмен толып тасқан Хубайбтың жүзі бұрынғыдан да нұрлы. Өйткені ол Алла жолында шейіт болудың әркімге бұйырмас бақыт екенін іштей түсінген. Екі рәкат намаз оқуға рұқсат сұрап, датын айтты. Рұқсат берілген сәттегі қуанышын көздерінен оқуға болар еді. Намазын оқып болған соң мүшриктерге қарап, Хубайб өлімнен қорқып намазын ұзатты демейтіндеріңе сенсем, біраз тағы да оқыр едім деді. Әзірет Хубайб өлім жазасына кесілерден бұрын екі рәкат намаз қылу әдетін бастаған тұңғыш мұсылман. Мүшриктер оған, егер Мұхаммедтің дінінен бас тартып, ата-баба жолын ұстанар болсаң, аман қаласың деп ұсыныс айтты. Ер жүрек сахаба, уаллахи, бүкіл дүниені сыйға тартса да, исламнан бас тартпаймын деп қасқайып тұрды. Мүшриктер мысқылдап, егер сенің орныңа Мұхаммедті өлтіреміз десек, келіспес пе едің деді. Расуллаға деген сүйіспеншілікке толы сахаба жұлып алғандай, Алланың атымен ант етіп айтамын, пайғамбарымның аяғына тікен батқанша менің үй ішім, өмірім, бала шағам құрбан болсын деп жауап қатты. Мүшриктер ақиқатқа берілудің ләззатын білмегендіктен сақылдап күліп оны мазақ етті. Хубайб айнала қоршағандарға көз жүгіртіп өтті. Нұрдан ада, тыржиған қабақтан, шіріктен қарауытқан жүздерден басқа ештеңе көре алмады. Расуллаға сәлем жолдағысы келген иман жүзді тірі жан көзіне ілінбеген соң, дар ағашында өз аузымен жанындай жақсы көретін ұлы тұлғаға сәлем жолдап, Аллаға дұға етті. Уа құдіреті күшті жаббар ием, дәл қазір мені қоршаған дұшпан арасынан Расулыңа сәлем айтардай пенде көре алмай қиналып тұрмын. Сәлемімді оған өзің жеткізе көр. Я Алла, сен бізге ұлы Расулыңның пайғамбарлығын білдірдің. Басымызға түскен оқиғаларды да оған таң ертемен өзің білдіргейсің. Осынау мұңды дұға жасалған сәтте Алла Расулына білдірілді. Мәдинада отырған жерінен Хубайбтың сәлеміне уағаликуссалям деп жауап берді де, Құрайыш мүшриктері Хубайбты шейіт қылды деді қасындағыларға қарап. Хубайб қолынан ағашқа байланды. Қарсы алдында найзаларын безеген 40 жігіт, бұйрық берілгені сол ақ екен, оңды солды түйреп, қаһарман сахабаны қинай бастады. Бір сәтте Хубайбтың беті қағбаға бұрылды. Қиналып жатып, Аллаға мыңда бір шүкір, жүзімді өзіңнің Расулының бүкіл мүміндердің құбласына қарай бұрды деді. Құрайыш мүшриктері бұған да ызаланып, оның бетін қағбадан теріс бұруға тырысты. Алайда қаққа шын берілген сахаба
қағбаға қараған күйі жан тәсілім бергенді қалап, рахымды Аллаға жалбарына бастады. Я Алла, егер сенің назарыңда қайырлы құл болсам, жүзімді құблаға қарай бұра көр. Қағбаға бұрылған Құбайыптың жүзін мүшриктер еш өзгерте алмады. Сахаба Құбайып ауыр азапталған тән қиналысын сездірмеген күйі дауыстап айтты: Я Алла, Құрайш мүшриктерін азаптап қинағайсың, аяқтарын аспаннан келтіріп, бәрінің жанын алғайсың. Бүкіл даланы жаңғыртқан дауыстан мүшриктер қатты қорықты. Біреулері құлақтарын бітесе, енді біреулері жерге жата қалып асып састы. Құбайып өлгеннен соң да сол қорқыныштан арыла алмай шошымалыға шалдыққандар көп болды. Найзаның үшкір ұшымен аяусыз азапталған әзірет Құбайыптың денесі шұрық тесік күйінде кеудеден жаны шыққанша Алланың бірлігін, Расулының қақтығын айқайлаумен болды. Ол Алла жолында дарға асылған тұңғыш мұсылман еді. Әзірет Құбайыптан соң кезек әзірет Зәйдке келді. Мүшриктер оны да дарға байлап, Құбайыпқа айтқан ұсыныстарын оған да қайталады. Садық сахаба иманның ләззаты үшін жанын пида ететінін айтып, қаһармандықтың үлгісін тағы да көрсетті. Әбу Суфиян таңданысын жасыра алмай, мен адамдар арасында мұндайды асхабының Мұхаммедті жақсы көргеніндей махаббатты бұрын соңды көрсем, көзім шықсын деп қарғанды. Айтқаннан түк шықпасын сезген мүшриктер артық сөзге келместен Зәйдке жан-жақтан оқ атып шейіт қылады. Сөйтіп екі сахаба да Алла мен Расулына деген сүйіспеншіліктерінен айнымаған күйі қақ жолында жан тәсілім берді. Мауна маңындағы бәлекет. Хижреттің 4-ші жылы, Сафар айы. Амир тайпасының құрметті азаматы Әбу Бара Амир ибн Малик пайғамбармен дидарласу мақсатымен Мәдинаға келеді. Әбу Бара өте парасатты, Алла елшісі мен мұсылмандарға жақтас болғанымен иман келтірмеген. Алла Расулына сыйластық ниетпен тарту таралғы ретінде 2 ат 2 түйе әкеледі. Бірақ әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, мен мүшриктерден сыйлық алмаймын, егер тартуыңды қабыл алсын десең, мұсылман бол деп исламға үндейді. Әбу Бара дегеннен бұл шақыруды қабылдамағанымен исламға түзу қарайтынын да білдірді. Уа Мұхаммед, деді ол, мені шақырған жолыңның қымбаттығын, дұрыстығын мойындаймын, қауымыма тыңдата аламын. Егер асқабыңнан бірнешеуін Құран мен сүннетті үйрету үшін еліме жолдар болсаң, халқым бұл шақыруды қабылдайды деп үміттенемін. Расулла Нәжид халқына сенбейтін, сахабаларына қастандық ойлап, опасыздық жасар деген қаупін жасырған жоқ. Алайда Әбу Бара өтінішін қайталап, бұл жөнінде еш қауіптенбе, менің қорғауымда болған соң нәжидтіктер оларға тиісе алмайды деп жауапкершілікті тікелей өз мойнына алатынын білдірді. Әбу Бараның сенімді сөзіне тұрақты екенін бұрыннан білгендіктен пайғамбарымыз бұл өтінішті қанағаттандыруды борыш деп біліп 40 сахабасын жолға дайындайды. 6-ы мұхажир, қалғандары ансарлардан еді. Мунзир ибн Әмір бастаған бұл топтың бәрі дерлік Суффадан білім алған сахабалар болатын. Расулла Нәжид халқына және Әмір тайпасы басшысына қатты жолдайды. Иман жолындағы қызмет үшін жолға шыққан мұсылмандар тобы Мауна құдығы деп аталатын су басына келеді. Мәдинаның шығыс жағында орналасқан бұл мекен Сүләйім және Әмір тайпаларының қоныстарының қақ ортасы. Сүләйімдерге тиесілі орын еді. Осы жерден Расулланың қатын әмірлердің басшысына апару міндеті Харам ибн Милханға жүктеледі. Харам ибн Милхан бір сәтте күттірместен аманатты Амир ибн Туфайлға табыстайды. Алайда Амир ибн Туфайл қатты оқымастан хабаршы сахабаны шейіт қылады. Әзіз шейіттің соңғы сөздері: Аллаху акбар, Қағбаның ұлы Раббына ант етемін, мен теңдессіз табысқа кенелдім. Амир ибн Туфайл бейкүнә жанды өлтіргенмен тынбай, Әмір тайпасын Мауна маңындағы мұсылмандарға қарсы шығып өлтіруге шақырады. Бірақ әмірлер бұған дейін Әбу Бараға исламды уағыздаушы мұсылмандарға
тиіспеуге серт бергендіктен Амирдің шақыруына қарсылық білдірді. Амирлерден көмек ала алмаған соң Абир ибн Туфайл Сүләйімдерден жәрдем сұрайды. Қан төгістесе арқалары қозып шыға келетін Сүләйім тайпасының бірнеше руы бұл шақыруды қабыл алып, ойда жоқта Мауна құдығы басындағы сахабаларға қарсы жолға шығады. Хабаршы кешіккен сайын ақырындап Нәжиттер мекеніне жылжығанды жөн көріп, Маунадан аттанған мұсылмандар тобы қарсы алдарынан қарулы топ шыға келгенде, біздің теріс пиғылымыз жоқ, тек пайғамбарымыздың тапсырмасы бойынша міндетімізді атқаруға келеміз деп кете бармақ болады. Қандықол мүшриктер сахабалардың айтқанына құлақ та аспады, мақсаттарын тезірек жүзеге асыруға асықты. Шарасыз қалғандықтарын аңдаған сахабалар рақымды Раббыларына қол жайып, «Уа Раббымыз, басымызға түскен жайдан Расулланы хабардар етер бұл жерде ешкіміміз жоқ. Сәлемімізді сен жеткізгейсің. Пайғамбарың арқылы біздің Раббымызға қауышқанымызды, Раббымыздың бізге разылығын, біздің де риза көңілмен мәңгілік сапарға аттанғанымызды қауымымызға білдіргейсің» деп жалбарынады. Сол мезетте Жебірейіл періште сахабалардың сәлемін әлемнің нұры пайғамбарға ұластырды. «Әлейхиміссәләм» деп сәлемді қабыл алған соң, Алла елшісі қасындағы жолдастарына мүшриктердің қаһарман сахабаларды қоршауға алғанын, өлтіргелі тұрғанын, жайсаң жандар үшін Алладан кешірім сұрауды өтінді. Осыны опасыздық ардақты пайғамбардың қабырғасын қайыстырып, қайғыға батырады. Кейіннен Әнәс ибн Малик Расулланың Мауна маңында шейіт болғандарға қайғырғанындай ешкімге, еш нәрсеге ақ ұрып қайғырғанын көрген емеспін деген. Аз уақыт ішінде Ражих және Мауна маңындағы оқиғалар салдарынан 80-ге жуық сардар сахаба шейіт болады. Надырлар жұртына жорық. Хижреттің 4-ші жылы. Рабиғул әуәл айы 625 жыл. Надырлар Харун алейхиссалям пайғамбардың ұрпағы боп келетін бай әрі күшті яхуди тайпасы еді. Мадинаға 2 сағаттық жерде Меккеге барар жолда мықты бекініс Қамалда тұратын. Пайғамбарымызбен араларында исламға, мұсылмандарға қарсы шықпау, бұл мәселелерде дұшпанға қолдау көрсетпеу, адам құнын төлеу қажет болса, жәрдемдесу жайында келісім жасалған. Солай бола тұра Құрайш мүшриктері және Мәдинадағы мұнафықтармен ауыз жаласып, жең ұшынан жалғасуды тыймаған. Әсіресе Ухуд соғысынан кейін байланыстары жаңғыра түскен. Амир тайпасының 2 адамын сахаба Амир ибн Умайя білместікпен өлтіріп қояды да, оларға құн төлеу керек болады. Келісім бойынша төленетін адам құнының белгілі бір бөлігін надырлар беруге тиіс. Алла Расулы өтеуге тиесілі төлемді сұрау үшін әрі берген уәделерін қаншалықты орындайтынын сынау мақсатымен қасына Әбу Бәкір, Омар, Әли, Зубайр ибн Ауам, Талха ибн Убайдулла, Сағид ибн Муаз және Усайд ибн Худайрды, Алла олардан разы болсын, алып Надыр яхудилерінің ауылына барады. Яхудилер пайғамбарды күліп қарсы алып, арнайы іздеп келгеніне ризалық білдіріп, өздеріне тиесілі міндеттерін орындайтындықтарын айтып, арқа-жарқа боп қалады. Пайғамбарымыз асқабымен бірге бір үйдің көлеңкесінде отырады. Пайғамбарымызды қуана қарсы алған яхудилердің ішкі ниеттері бұзықты. Былайырақ шығып, өз араларында кеңесе бастады. Бұл адамды осыдан оңтайлы сәтте қолға түсіру мүмкін емес. Тезірек ана үйдің шатырына шығып, үстінен үлкен тасты тастап жіберіп, шаруасын бітірейік те құтылайық десті олар. Бұл істі мойнына кім алады дегенде, Амид ибн Жыққаш мен деп ортаға атылды. Яхудилер осылайша сәтті тұзақтарын жоспарлап жатқанда, манадан үндемей отырған Сәләм ибн Мишкам сөз алды. «Уа қауымым, осы жолы сөзіме құлақ асыңдар. Одан соң не істесеңдер де ерік өздеріңде. Ойға алған шаруаларыңа кірісер болсаңдар, бұл сол мезеттегі уақи арқылы оған білдіріледі. Өздеріңе өздерің обал жасайсыңдар. Әрі арамыздағы келісімге де көлеңке түседі. Онан да бұл ойларыңнан бас тартқандарың жөн. Егер қара пиғылдарыңнан тартынбасаңдар, яхудилердің түп тамырымен жойылуына, исламның қиямет қайымға дейін биіктеп өрлеуіне жол ашасыңдар» деді.
Пайғамбар атаулыға қиянат жасауға қаны үйренген яһудилер осы айтылғандарға селт еткен жоқ. Амр ибн Жыққаш жауапты міндетін атқару үшін үйдің үстіне шықты. Болғалы жатқан жайдан Жәбірейіл періште Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам хабардар етті. Алла елшісі бір қажеті бар адамдай орнынан тұрды да Мәдинаға бет түзеп кете барды. Сахабалар қайта оралар деген оймен біраз сол жерде отырып қалған. Келмейтінін ұққан соң олар да жолға шықты. Яһудилер Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам соңынан қарап тұрған. Араларынан біреуі Мұхаммед неліктен орнынан тұрып кеткенін білесіңдер ме деп сұрады. Яһудилер білмейтіндіктерін айтты. Хинана баяндай бастады. Тәуратты ұстап айтайын, жоспарланған қастандық турасында Мұхаммедке хабар жетті. Өздеріңді босқа алдап әуре болмаңдар. Уаллахи, ол Алланың елшісі, әрі ең соңғы пайғамбар. Ол өзіне жасалатын зұлымдықтан әрдайым хабардар. Сендер соңғы пайғамбардың, Харун пайғамбардың ұрпақтары арасынан шыққанын қаладыңдар, ал Алла қалағанын таңдады. Тәураттан дәріс оқығанда ең соңғы пайғамбардың туған жері Мекке, хижрет орны Ясриб деп өткенбіз. Сол пайғамбардың сипаттары да Мұхаммедте бар. Кітабымызда жазылғандар айна қатесіз осылай. Сол пайғамбардан бұрын сендер ешкіммен де шайқаспайсыңдар. Мен сендердің мал мүліктеріңді түйелерге тиеп, үй жайларыңды тастап, көшкендеріңді бала шағамен улап-шулап қоныс аударғандарыңды көріп тұрғандаймын. Екі мәселеде маған қолдау көрсетіп ақылға келіңдер. Үшіншісінде қайыр жоқ екенін ескертемін. Яһудилер қандай екі мәселе деді қызығушылықпен. Хияна. Мұсылманшылықты қабылдап Мұхаммедтің асқабына қосылыңдар. Сонда ғана мал жандарың аман қалады, мекендеріңнен қумайды да деді. Бірақ яһудилер қасарыса түсті. Надыр тайпасы яһудилерінің опасыздығы олардың Расуллаға және мұсылмандарға достығының қандай дәрежеде екенін дәлелдеп берді. Келісімнің аяққа тапталуы, арадағы уәдені аяқ асты етуі пайғамбарды оларға қатал шара қолдануға итермеледі. Мұхаммед ибн Масляманы құзырына шақырған Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оған төмендегідей тапсырма берді. Надыр тайпасы яһудилеріне барып былай де: жерімнен тез арада қоныс аударыңдар. Менімен бірге бұл мекенде тұрушы болмаңдар. Сендер маған тұзақ құрмақ болдыңдар. 10 күн мұрсат беремін. Кетпегендер өмірмен қош айтысады. Мұхаммед ибн Маслама надырлар қонысына барып сөзін былайша сабақтады. Мұса пайғамбарға Тауратты түсірген Алла үшін шындықты айтыңдар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келмес бұрын Тәуратты алдарыңызға алып отырып, мәжілістеріңде мені яһуди болуға шақырған едіңдер. Сонда мен, уаллахи, мен яһудилікті қабылдамаймын дегенімде, дінімізде неге қашасың? Сенің іздеп жүргенің, көкейіңдегінің нақ өзі осы дін. Яһуди дінінен басқа дін жоқ. Келуін күтіп жүрген пайғамбарыңыз шариғаттың иесі әрі жауынгер. Ол Йемен жақтан келеді, түйеге мініп жүреді, қылышы ылғи да жанында, жабық киініп, азға қанағат етеді. Сөйлеген әрбір сөзінде мән мағына болады демеп пе едіңдер? Надыр яһудилері: я, дәл солай дегенбіз, бірақ келеді деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам емес деп жауап береді. Мұхаммед ибн Маслама сөзді ұзатпай оларға пайғамбардың бұйрығын жеткізді. Яһудилер ойластырған қастандық шарасының соңы шырғалаңға әкелгенін түсінгенмен болар іс болғанды. Көшеміз дегеннен басқа амалдары таусылған. Осылайша яһудилер әрі-сәрі болып шуласып жатқанда мұнафықтар басшысы Абдулла ибн Убайдан хабар келеді. Мал мүліктеріңді, үй жайларыңды тастап кетем деуші болмаңдар. Отырған орындарыңнан қозғалмаңдар. Өз қауымымнан болмаса арабтардан 2000 адам жасақтап көмекке жіберемін. Өле-өлгенше сендерге болсады. Хурайза тайпасы яһудилері де жәрдемдеседі. Абдулла ибн Убайдан келген хабарға мастанған яһудилер пайғамбарға: біз көшпейміз, қолыңнан келгенін жасап бақ деп ашықтан ашық көкірек кереді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл хабарды естігенде Аллаху әкбар деп тәкбір келтіреді. Мұсылмандар да оған қолдау білдіреді. Надыр яһудилерінің қатерге бастауына себеп болғандардың бірі Хуай ибн Ахтаб. Ол елін жұбатқансып, жан-жақтан мал жиып, қамалды іштен бекітіп, үлкен қақпаларға күзет қоямыз. Қорғанның ішін тасқа толтырып аламыз. 1 жылға жететін азығымыз бар, суда бекініс ішінде. Қорқатын дәнеңе жоқ дейді.
Яһудидің ақылды ақсақалы Сәлләм ибн Мишкам бұл пікірге қарсы шықты. Әй Хуяй, нәпсінің алдауына ерме. Бас аман тұрғанда бұл ойыңнан айнығайсың. Бәріміз де Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Алланың пайғамбары екенін жақсы білеміз. Бұл саған да мәлім. Оның сыр сипаты кітабымызда нақты айтылған. Оның елшілігін қызғанып, соңғы пайғамбардың Харун ұрпағы болмағанына өкініп, оған мойынсұнбай жүргеніміз де рас. Одан да айтқанын орындайық, қоныс аударғанымыз мақұл. Мұхаммед бізге қарсы шықса, бірақ күнде күліміз көкке ұшар. Өр көкірек Хуяй айтқанынан қайтпай, Мұхаммед бізді қоршауға алғанмен жеңе алмайды. Абдулла ибн Убай маған көмектесуге уәде берді деді. Сәлем бұл істің қаупін ұқтырмақ болып, Абдулла ибн Убайдың сөзі ештеңеде шешпейді. Ол бізді қатерге итермелеп, Мұхаммедпен арамызға от салушы. Содан соң өз басын алып қашпасына кім кепіл дейді. Хуяй ибн Ахтаб айтылған ақылға жүрдім бардым қарап, айтқанынан танбайды. Надырлардың қоршауға алынуы. Хижреттің 4-ші жылы Рабиғул әуәл айы. Ардақты пайғамбарымыз Мадинада Абдулла ибн Үммі Мақтумды өкіл ретінде қалдырып, надырлар мекеніне қарай жорыққа шықты. Байрақ қаһарман сахаба Алидің қолында. Расулла екінді намазын надырлар ауылының шетінде бақшада оқыды. Одан соң сол мекенді айнала қоршауға алды. Надырлар мықты салынған қамалдарына бекінген. Пайғамбарымыз әмірін тағы да қайталады. Мәдинаның жерінен шығыңдар. Бірақ надырлар ерегісіп, сенің айтқаныңа көнгенше өлгеніміз артық десті. Шайқастан басқа амал қалмап еді. Мықты қамалға бекініп алған олардың ашық алаңға шығып ұрыспасы айдан анық. Сондықтан Расулла Алланың рұқсатымен жоспар құрды. Жақын жердегі яһудилердің үйлерін, қора қопсысын құлатып, құрма ағаштарын кесуге, өртеуге бұйрық берді. Солай еткенде дұшпан бекінген жерлерінен шығып шайқасары даусыз. Яһудилер Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам кінәлап айқайға басты. Уа Мұхаммед, сен бұзып қиратуға наразылық білдіріп, бүлікшілерді кінәлайтының қайда? Жайқалған ағашты кескеніңмен қоймай, өртегеніңді не деп түсінуге болады, десті олар. Бүкіл өмірін бүлікшілікпен, бұзықтықпен өткізгендер, адам өлтіруді оп-оңай көретіндер енді ағаш кескендерді айыптап жатты. Мұсылмандардан бұл байбаламды естіп, кібіртіктеп қалғандар да болды. Осыған қатысты түскен аятта бұл мәселе туралы: уа мүміндер, соғыс жағдайында мәжбүрлікпен жауға тиесілі қандай да бір құрма ағашын кескен болсаңдар да, яки кеспей-ақ өсіп тұрған күйінде қалдырсаңдар да, мұның бәрі Алланың рұқсатымен әрі тура жолдан тайған күнәһарларды жазалау үшін еді. Хашр сүресі 5-ші аят. Аяттың түсуі мұсылмандарды желпітіп тастады. Осы оқиғаға және аятта айтылғандарға сүйеніп, соғыс жағдайында өте қажет, зәру жағдайда ағаштарды өртеуге, кесуге болатындығы ғалымдар тарапынан мақұлданған. Қорғаныс жалғасуда. Абдулла ибн Убай бастаған мұнафықтар яһудилерге: егер мұсылмандарға қарсы төтеп беруге ұмтылсаңдар, біз сендерді олардан қорғаймыз. Шайқасқа кіріссеңдер, біз де дайынбыз. Мекендеріңнен қуылсаңдар, біз де сендермен бірге кетеміз деп хабар жолдайды. Надыр яһудилері мұнафықтардың бұл жолдауына сеніп, алданып, бекіністен шықпай қояды. Бүлік шығарып, азғындаумен ғана шектелген мұнафықтардың бұл әрекеті Құранның Хашр сүресінде былайша баяндалады: екі жүзділік танытқандарды көрмейсің бе? Олар кітап иелерінен өздері сияқты күпірлік қылған бауырларына: Алла атымен ант етейік, егер сендер Мәдинадан қуылатын болсаңдар, онда біз де сендермен бірге кетеміз. Сендерге қарсы тұру, зиян келтіру мәселесінде әсте ешкімге бағынбаймыз. Егер сендерге соғыс ашыла қалса, онда сөзсіз сендерге болсамыз деп айтады. Алайда Алла куә, олар барып тұрған кәззаптар. Өйткені егер жебірейлер Мәдинадан қуылатын болса, бұл мұнафықтар олармен бірге кетпейді. Сондай-ақ оларға соғыс ашылса, қол ұшын бермейді. Қол ұшын берген күннің өзінде мүміндерге төтеп бере алмай, жондарын беріп тұра қашады. Кейін өздері де опасыздықтары үшін қатаң жазаға ұшырайды. Сонда оларға да ешқандай көмек көрсетілмейді. 11-12 аяттар. Қорғаныстың 15-ші күні. Абдулла ибн Убай басшылығындағы мұнафықтардың уәдесі бос сөз екеніне көзі жеткен яһудилер мұсылмандарға берілуге мәжбүр болды. Пайғамбарымыз өз еріктерімен берілгендерге тиіспестен
қару-жарақтарынан басқа дүние мүліктерін түйеге тиегенше алып қоныс аударуға бұйрық берді. Бұйрықты ести салысымен жандарының амандығына қуанған олар 600 түйеге дүние тиеп, кетерлерінде қора-қопсы үйлерін мұсылмандар пайланбасын деген ниетпен өртеп жібереді. Мұсылмандардың алдында құдды ештеңе қайғырмаған кісіше көріну үшін әйелдер бар әшекей алқа жүзіктерін тағынып, безеніп шығады. Дабыл қағып, сырнайлатып, кернейлетіп, Мәдинадан шыққан олардың бір бөлігі Шамды бетке алса, екіншілері Хайбарға қарай, енді бір тобы Йеменге бағыт түзейді. Бұл сүргінге куә болған мұнафықтар кәдімгідей қайғырады. Надыр руы яһудилері жұртында біршама құрма бағы, егістік жерлер мен бұлақ арықтар, сиыр ат қару-жарақ қалады. Қалған дүниенің бәрі мемлекет қарауына өткендіктен иесі пайғамбарымыз еді. Ұрыс төбелессіз дін дұшпандарынан олжаланған дүние ислами әдебиетте фәй деп аталады. Алла мұндай олжаның тікелей расулына тиесілі екенін білдірген. Яки пайғамбарымыз фәй олжасын қай жерге қандай мақсатта жұмсаса өз еркі. Мәдинаның жергілікті халқы ансарлар мұхажирлердің тұрмыс қажетін өтеуді мойындарына алған еді. Мұхажир бауырларымен барын бөлісіп, киім-кешек ішіп жемін тауып беретін. Расулла надырлардан түскен олжаны тек мұхажирлерге үлестіріп, ансарлардың иығындағы жүкті жеңілдеткісі келді. Сахабаларының басын қосып, егер сендер қаласаңдар, яһудилерден түскен олжаны Алланың маған бұйыртқанын мұхажирлермен араларында бөліп берейін. Мұхажир бауырларың бұрынғыша үйлеріңде тұрып азық-түлікке ортақтаса берсін, немесе пайданы тек мұхажирлерге берейін, олар бөлек шығып өз күндерін өздері көрсін деп ұсыныс айтты. Мәдиналық мұсылмандар шын ықыласпен уа Расулла, олжаны мұхажир бауырымызға үлестіріп беріңіз, сонда да олар үйлерімізде тұра берсін, біздің дүниемізден де қалағанымызша алып соларға беріңіз десті. Әбу Бәкір Сыддық орнынан тұрып ансар бауырларына ризашылығын білдірген соң, Алла сендерге қайыр сыйласын. Уаллахи, біз бен сіздердей бауырластық дүниеде жоқ деді. Пайғамбарымыз да, я Алла, ансардың үрім бұтағын қорғап, рахмет кейсің деп бата жасады. Мәдиналық мұсылмандардың жауан мәрттігі жөнінде іле-шала Хашр сүресінің 9-шы аяты түсті. Мәдинаның жергілікті тұрғындары ансарлар ықыласты әрекеттерінің арқасында Расулланың көңілінен шығып, Алланың ризалығын бөленді. Расулла болса надырлардан қалған олжаны аятта да айтылғандай мұхажирлерге бөліп береді. Сөйтіп оларды ансарға мұқтаж болудан құтқарды. Пайғамбарымыздың Әзірет Үммі Сәләмамен үйленуі. Әзірет Үммі Сәләманың шын Хинд, өзі Махсум тайпасынан Умайя ибн Мұғираның қызы. Күйеуі Абдулла ибн Абдул Әсәд исламды қабылдағанда мүшриктерден жәбір көріп, ақыры Хабашстанға көшкен. Құрайш мүшриктерінің басшылары мұсылмандықты қабылдапты деген сөзге сеніп, жол ауыртпалығына қарамастан Меккеге оралғанда естігендерінің жай қаңқу екенін көріп қиналады. Содан соң Мәдинаға қоныс аударады. Сол Абдулла ибн Абдул Әсәд Ухуд соғысында жараланып, онысы күн өткен сайын асқынып, ақыры қайтыс болады. Артында Үммі Сәләмә 4 баласымен жесір қалады. Үммі Сәләмә бір күні күйеуінің көз тірісінде әңгімелесіп отырып былай дейді: естігенім бойынша күйеуі өліп жәннатқа кірсе, әйелі де жәннатқа лайық болса, және кейіннен ешкімге тұрмысқа шықпаса, Алла ол екеуін жұмақты да қосақтайды екен. Керісінше әйелі өліп, күйеуі басқа елге үйленбесе, жұмақтық болғанда Алла бақи өмірде де жұптарын жазбайды. Алдымызда не барын кім білсін, дегенмен екеуміз бір-бірімізге серт берейік. Кім бірінші бақилық болса да, тірі қалғанымыз неге жаңғыртпайтын болайық. Жолдасы оған қарсы шығып, жоқ, олай деме. Сен менің айтқанымды тыңдар болсаң, менен кейін жалғыз қалушы болма, тұрмыс құр, балаларға бас-көз болар адам тапсаң разымын. Я Алла, Үммі Сәләмаға менен кейін менен де қайырлы, ренжітпейтін, кемсітпейтін жар нәсіп ет дейді. Жолдасы өліп, Үммі Сәләмә жесір қалады. Арадан бір шама уақыт өткенде алдымен Әбу Бәкір, сосын Омар оған сөз салады. Ондағы мақсаттары жесір әйел жетім балаларға қамқор болу еді.
Үммі Сәлема екеуіне де қарсылық білдіреді. Мұнан соң пайғамбарымыз онымен үйленгісі келетінін айтып хабар жолдайды. Үммі Сәлема айыпқа бұйырмауын өтініп, мен жас емеспін, бала шағам бар, әрі қызғаншақпын, некеге куәгерлік ететін ата-анам да қасымда емес деп жауап береді. Жауабын алған соң ардақты пайғамбарымыз өзі келіп ұсынысын қайталайды. Сен жас емеспін дейсің, өзіңнен үлкен еркекпен бас қосуыңа болады. Жетім балаларыңды алға тартасың, олардың жағдайын Алла мен оның расулы жасайды. Қызғаншақпын депсің, мұның да ретін келтіруді Алладан сұраймын. Куәлік ететін жақыным жоқ дейсің, жақындарыңның қай-қайсысы да маған риза болары даусыз деді. Үммі Сәлема айтылғандарды тыңдап болған соң екі сөзге келместен қасында отырған ұлына қарап, тұр Омар, менің Расулламен некемді қый деді. Осылайша Алла тағала Абдулланың өлімінен бұрын жасаған дұғасын қабыл етіп, Үммі Сәлемаға адамзат баласының ең қайырлысына жар болу бақытын бұйыртты. Сүйікті пайғамбарымызбен үйленгенде 44 жастағы Үммі Сәлема хижреттің 59 жылында 84 жасында өмірмен қоштасады. Жаназасын Әбу Хурайра оқып, Бақи зиратына жерленеді. Үммі Сәлема жазуды білмегенмен оқуға жүйрік болған, әсіресе шариғат заңдарын жетік меңгерген. Расулладан естіп өзгелерге жеткізген хадистерінің ұзын саны 400-ге жуық. Осы жылдың өзге маңызды оқиғалары: ішкілік арамға саналып, тыйым салынады. Ішкілікке хижреттің 4-ші жылы Яхудия надырлар өз жерінен қуылған шақта тыйым салынды. Бұл мәселе жайында 3 бөлек аят түсті. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға хижрет еткен кезде мұсылмандар ішкілік ішіп құмар ойнайтынды. Пайғамбардан ішкілік пен құмар жайында сұрағандар болды. Әзірет Омар да, уа Раббым, ішкілік хақында бізге ашық нақты білдіргейсің деп дұға етті. Артынша Бақара сүресінің 219 аяты түсті. Олар сенен мас қылатын шарап пен құмар ойындарының үкімін сұрайды. Оларға екеуінде де үлкен күнә һәм адамдар үшін бір қатар пайдалар бар, алайда олардың пайдасынан гөрі күнәсі мен зияны әлдеқайда көп деп айт. Осы оқиғадан соң мұсылмандардың кейбіреулері зияннан қашып ішкіліктен бас тартқанымен әлі де ішкіліктен тыйылмағандар бар еді. Ішкіліктің кесірінен келеңсіз жайттар жиі қайталанды. Тіпті бірде сахабаның бірі намаз шамды оқып тұрып, Құранда қате мағына беретіндей жансақтық жасайды. Әзірет Омар Аллаға ішкілік жайлы нақты білдір деп жалбарынды. Іле-шала Ниса сүресінің 43-ші аяты түседі. Уа иман келтіргендер, мас немесе ұйқылы ояу кездеріңде өздеріңнің не айтып тұрғандарыңды білетіндей естеріңді жиғанға дейін намазға жақындамаңдар. Сондай-ақ жолаушылықты есепке алмағанда, бой дәреттерің бұзылғанда, толық жуынғанға дейін намазға жақындамаңдар делінген. Бұл тыйымның екінші басқышы еді. Мұны естігенде мұсылмандар, уа Расулла, біз намаз уақыты жақындағанда ішкілік ішпейміз деді. Пайғамбарымыз оларға жауап берген жоқ. Мұсылмандар арасында ішкіліктен бас тартқандар күн санап көбейді. Намаз уақыты кіргенде мас күйінде намазға тұрушы болмаңдар деп әрдайым ескерту жасалатын. Соған қарамастан бір мұсылман арақ ішкен күйінде кешкі намазға келеді. Мұны көрген Әзірет Омардың шыдамы таусылғандай, «Я Алла, ішкілік туралы нақты үкіміңді білдір» деп тағы да дұға етті. Осыдан соң Мәида сүресінің 90-91 аяттары түседі. Онда былай делінген: шүбәсіз шайтан арақ шарап сынды адамды мас қылып, ақылынан адастыратын нәрселер һәм құмар ойындары арқылы араларыңа дұшпандық пен өшпенділік отын жағуды, сендерді Алланы еске алудан һәм намаздан қақпайлауды тыюды ғана көксейді. Ендеше бұлардан тыйылдыңдар ғой, солай емес пе? Сөйтіп Аллаға мойынсұныңдар, Алла елшісіне мойынсұныңдар және барынша сақтаныңдар. Егер бағынудан бас тартып, сырт айналатын болсаңдар, онда біліп қойыңдар, елшіміздің міндеті хақ дінді бүге-шігесіне дейін ашық түрде жеткізу ғана. Шайтан ішкілік пен құмар арқылы араларыңа от салып, кек тастап, сендердің Алланы еске алып, ықыласпен намаз оқуларыңа кедергі болуға тырысады. Ендігәрі бұлардан бас тартасыңдар, солай ма? Мұсылмандар бір ауыздан мұнан былай ішкілік пен құмар ойына базгештік дейді. Бұл ішкілікке тыйымның 3-ші басқышы еді. Сөйтіп ішкілік ішу күллі мұсылман баласы үшін харам есептеледі. Аяттан баршаны құлағдар ету үшін Расулланың әмірімен Мәдина көшелерінде
ішкіліктің арам екендігі мәлім болды, хабардар болыңыздар деп жар салынды. Мұны естіген мұсылмандар үйлеріндегі ішкілік атаулыны далаға төгіп, арамнан тезірек құтылуға асықты. Сол күндері Мәдина көшелері ішкілік селінен аяқ алып жүргісіз еді. Реті келгенде осы мәселеге қатысты бірнеше хадисті де айта кетейік. Ішкілікке оны жасаған кісіге, жасалған жерге, ішкізген адамға, ішкенге, көтеріп тасығанға, тасытқанға, сатқанға, сатып алушыға, одан түскен пайданы ішіп жеген адамға Алла міндетті түрде лағнет айтқан. Адамды мас қылатын нәрсенің бәрі ішкілік, және әрбір мас қылатын нәрсе арам. Кімде-кім дүниеде үнемі ішкілік ішіп тәубесіне келмей өлер болса, ақыретте ол ақырет шәрбәтінен құр қалады. Ішкіліктен бойыңызды аулақ салыңыз, өйткені ол жамандық атаулының кілті. Ішкілік бүкіл арамдықтың, жамандықтың бастауы. Мас қылатын нәрсенің көбі де, азы да, тамшысы да арам. Әлидің анасы Фатима о дүниелік болды. Фатима бинт Асад Алланың нәбиінің көкесі Әбу Талиптің жары еді. Алғашқылардың бірі болып мұсылмандықты қабылдап Мәдинаға көшкен. Пайғамбарымызға бала жасында көп қызмет жасаған бұл әйел оны өз балаларынан жақын көретін. Әзірет Мұхаммед те оны ерекше сыйлап, құрмет көрсететін. Жоғары көркем мінез иесі Фатима ханым хижреттің 4-ші жылы Мәдинада мәңгілік сапарға аттанды. Ардақты пайғамбарымыз оған деген ілтипатын бүгін анам қайтыс болды деген сөздерімен білдірген. Әзірет Әли, менің анам Фатима қайтыс болғанда Расулла үстіндегі жейдесін шешіп, оған кебін қылды және жаназасын да өзі шығарды деген. Содан соң пайғамбарымыз осы мүбәрәк жанның қабіріне өзі түсіп жатып көреді де, жылап тұрып мәйітті жайғастырды. Сахабалар мұны көріп, уа Расулла, сенің бұрын соңды бұлай жасағаныңды көрмеп едік деп таңырқайды. Алла Расулы оларға бұлай деп жауап берді: Әбу Талиптен кейін осы әйелдей маған жақсылық жасаған ешкім болған емес. Жұмақтың жібегін жамылсын деп өз жейдеммен кебіндедім. Қабірде өткізетін сәттері оңай болсын деп көріне өзім жатып тұрдым. Әзірет Фатиманы жер қойнына берген соң сүйікті пайғамбарымыз оған бұлайша дұға етті: Алланың мейірімі түсіп, ақырыңды қайырлы етсін. Алла саған рахым қылсын, уа анашым. Сен менің анамды жоқтатпай, анамдай болып едің. Өзің аш болсаң да барыңды менің аузыма тосып едің. Өзің киінбей мені киіндіретінсің. Нығмет ырзықтың ең жақсысын өзіңе алмай маған беріп едің. Алланың ризашылығы үшін, ақырет үшін осылай жасайтынсың. Алла тірілтуші де, өлтіруші де, өмір беретін, жан бітіретін де сол. Я Алла, анам Фатима бинт Асадты кешіріп, алдын пейіш, артын кеңіс қылғайсың. Мен Расулың және маған дейінгі пайғамбарлардың құрметіне дұғамды қабыл еткейсің. Уа қайырымдылардың қайырымдысы. Пайғамбарымыздың немересі Хусейннің дүниеге келуі. Хижреттің 4-ші жылы Шағбан айында Әзірет Али мен Әзірет Фатиманың шаңырағында Алла елшісінің немересі Хусейн дүниеге келді. Туылғанына 7 күн толғанда Алла Расулы немересінің жолына құрбандыққа 2 қошқар бауыздатты. Азан шақырып атын қойып шашын алдырады. Үлкен немересі Хасан сияқты Хусейн де пайғамбарымызға қатты ұқсайтын. Пайғамбарлар сұлтаны әрдайым дұғасында: Я Алла, мен бұларды, немерелерімді жақсы көремін, сен де сүйейсің дейтін болған. Бірде сахаба Абу Аюб әл-Ансари пайғамбарымызбен жүздесуге келгенде Расулланың 2 немересін ойнатып отырғанның үстінен шығады. Уа Расулла, сен осыларды өте жақсы көресің бе деп сұрайды. Пайғамбарымыз оған: қалайша сүймеймін, бұлар маған осы дүниеде иіскеуге бұйырған 2 райханым ғой деп жауап береді.